Жаздың аптапты қапырық күндерінің бірі. Анда-санда соққан аңызақ жел күрең жердің шаңын көтеріп, онсыз да ыстықтан мезі болған жұрттың мазасын одан әрмен қашырды. Шілденің мұндай күндері көшеден аса бір қауырт шаруасы бар адамдарды ғана кездестірмесең, шуылдаған ойын балаларын, болмаса әңгіме дүкен құрып отырған шал-шауқанды жолықтыра алмайсың. Құдды бар тіршілік шақырайған күннің көзіне күйіп кетуден жасқанып, көлеңке іздеп бой тасалаған тәрізденеді. Осындай аптап ыстыққа қарамастан ауылдың жан баласы көрінбеген кең көшесімен Салтанат қана атасының үйіне қарай құстай ұшып келеді. Ұшатын себебі де бар. Күндегі әдетінше үйден жалаң аяқ, жалаңбас шыға салған. Енді әр қадамын аттаған сайын табанының астында сусылдап жатқан құмайт жер шыжғыра күйдіріп барады. Салтанат ашыған аяғын ауыстырып көзін қатты жұмып еді. Кірпігінің ыстығы қабағын күйдіріп жібермесі бар ма? Салтанаттың басына менің толқындана бұйраланған мойылдай қара шаштарыма елдің бәрі қызығушы еді. Мына күннің ыстығынан сап-сары болып күйіп кеткен шығар деген ой келді. Ақыры атасының үйіне де жетті. Бұрыштағы көк қақпасы бар қоржынды үй Салтанат үшін ертегідегі хан сарайындай. Қазір есіктен салбырап тұрған ала кендір жіпті тартады. Сол мезетте аулаға кіретін есік ашылып, Салтанат ғажайып әлемге енеді де кетеді. Айналайын, келдің бе? Ой-бой, басыңа неге бас киім кимегенсің? Күн өтіп мұрның қанайтын болдау, деп әжесі жік жапар болды да қалды. Салтанаттың онымен шаруасы жоқ. Ауланы көзімен бір шолып өтті. Атасының үйде екенін байқай салысымен ішкі есікке қарай жүгіре жөнелді. Әжесінің, ай қарағым-ай, үйге жау шапқандай жүгіріп кірме, жаман болады дегеніне де қараған жоқ. Салтанаттың әжесі көп сөйлемейтін, бар мейірімін көгілдір жанары арқылы сездіріп, айналайын деген сөзімен жеткізетін тұйық жан. Босағаны керме, табалдырықты баспа, бүйрегіңді таянба, тәрізді тыйымдарды айтқаны болмаса немерелеріне бір қабақ шытуды білмейтін. Кейде немерелері қуырған бидайдың бірлі жарымын жерге түсіріп алса, қарақтармай, байқап жесеңдерші, деуден ары баспай, бүкшеңдеп теріп жеушеді. Қайта мұндайда аталары бидайдың түйірін жерге түсірсеңдер, сендерді өгіз сүзіп алады деп қорқытатын. Салтанат үйге кірсе, атасы дыңылдатып домбыра шертіп отыр екен. Немересін көре салысымен жамбастаған жастығының астынан сіріңкенің қорапшасын алып шықты. Атасы мен әжесі ежелден ақ шайға өрік жібітіп ішкенді ұнататын. Өріктің сүйегін шағып, ішіндегі дәнін осылайша сіріңкенің қорабына толтырады. Атасының әңгімесіне елтіп отырған Салтанат дәннің қалай таусылғаны сезбей қалушы еді. Осы сәтте үйге сырттан көрші балқиған әжей кірді. Салтанат басқа көршілерге қарағанда балқиған әжейді ерекше жақсы көретін. Ол да Салтанатты көрсе, атасының қоңыр баласы, атасының қоңыр қозысы деп айналып толғанушы еді. Балқиған әжейдің күндегідей емес, жүзі сынық көрінді. Үй ішіндегілермен амандасып болғаннан кейін, ана жүгермектер менің айтқанымды тыңдамай, кішкентайларын тойға ертіп кетіп еді. Көп адамдардың ішінен біреудің назары тиген бе? Немерем келгелі құсып, қызуы басылмай жатыр. Сейтеке, сізде қасқырдың өті бар ма деп келген шаруасына көшті. Әңгімені естіген әжесі төргі бөлмеге кеткен. Көп ұзамай қолына бұрандалы кішкене құтыны алып қайта оралды. Алла разы болсын, бір тапсам осы үйден табам деп келген едім, деп батасын жаудырған балқиған құтыны алып сүріне қабына үйден шыға жөнелді. Салтанат атасына қарап,
ата, қасқырдың өті деген не? Оның не керегі бар деп сұрақ жаудырмасы бар ма? Домбырасын оң қолмен жиюлы төсектің үстіне қойып, немересін тізесіне отырғызып, тамағын бір кенеп алды да атасы қызықты бір әңгімені бастап кетті. Өр көкіректік пен тәкаппарлыққа бой алдыртқан пенделерінен көк тәңірі де теріс айналса керек. Көп ұзамай-ақ адамзат баласының басына қаралы күн туды. Жан-жақтан жау дүбірлі қыспаққа алып, сансыз адам ат тұяғының астында тапталады. Тәңірдің қолдауынсыз жолы болмасын сезген жұртшылық тәубесіне келіп көкке қолын соза, ажалдан арашалауын тілеп зар еңірейді. Алайда көк тәңірі олардың өтініштеріне құлақ түрмей, елді шарапатынан тыс қалдырды. Адамдар жалбарынышты үні, жаралылардың аянышты ыңқылы мен қиналған күрсінісі, жан-жары мен өзегін жарып шыққан ұлдарының мүрдесін құшақтап күңіренген аналардың ащы айқайы ел даланы ғана емес, аспан әлемін де тітіркендіріп, қасиетті әруақтар тәңірінен адасқан халықты көшіруін өтінді. Әруақтардың өтінішіне жүрегі жібіген көк тәңірі жер бетіне көк бөріні түсіреді. Бұл кезде жер беті қанға бөгіп, көтерілген қою шаңнан жарқыраған күннің көзі көмескіленген болатын. Бір кездері құт басқан ұланғайыр өлке әп-сәтте құлазыған, жұртқа айналып ду күлкі мен шаттықтың орнына құзғындардың сұңқылы естілді. Міне осы иесіз жұртқа тәңірдің құдіретімен көк бөрі түсіп, жаралы жұртты жинап ел етеді. Көк бөрінің иісін сезген зұлым күш иелері тым тырақай қашып, 7 қат жер астына барып паналайды. Ауру жұт, ашаршылық тәрізді індеттерді жер бетінен іргесін аулаққа сала бастайды. Осылайша ата-бабамыз өсіп-өніп, мынау жердің беті гүлдендіре бастаған екен. Қасқырдың өті мен тісінен, терісінен зұлым күштер қорқады. Балаға тіл көз тиіп ауырғанда қасқырдың өтін маңдайына жақса, бала құлан таза айығады деген сенім осыдан қалған, деп атасы әңгімесін аяқтады. Салтанат атасының әңгімесін үйіп тыңдап отырған, бірақ бір әңгіме оған бір түрлі аяқталмай қалғандай көрінді. Атасы айтқан көк бөрі бейнесі мен өзі ертегілерден оқып жүрген ақмақ қасқыр бейнесі бір-біріне мүлдем қайшы, кереғар бейнелер. Ақмақ ашкөз қасқыр туралы ұғым оқыған ертегілерінен, көрген мультфильмдерінен баланың санасында берік орнап қалған Салтанат атасының айтқан аңыз әңгімесінен кейін әрі-сәрі күйге түсті. Ата, көк бөрі туралы тағы да айтып беріңізші, деді ол ойланған қалпы. Ата-бабаларымыздың танымында көк бөрі көк тәңірінің нұры, жеңімпаздықтың символы, ерліктің тұлғасы болып табылады деп жалғады әңгімесін атасы. Өмірдегі жақсылықтың бәрі тәңірдің нұрынан жаралады. Нұр тіршіліктің бастауы деп түсінетін халық үшін адалдық, әділеттілік, шыншылдық, қайсарлық тәрізді асыл қасиеттердің нышаны да көк бөрі болып табылған. Бүгінгі таңда мынау ұлан-ғайыр жерді қазақ халқы мекендеп отыр. Осы атамекен бізге бабаларымыздан мирас етіліп қалған. Ел аузында атақты қаз дауысты Қазыбектің жиені Абақ, Керей Жәнібектің, Есет Батырдың жебеушісі көк бөрілері болған деген аңыз бар. Керей Жәнібек ұйықтаған кезде үстіне 2 бөлтірік ойнап жүрсе, Есет Батырдың езуін арлан жалап тұрады екен деген аңыз бар. Ел нанымы бойынша бұл батырдың бойындағы ерен күш пен қайсарлық жоғарыдан Тәңірдің өзінен бастау алып тұр. Бөрі Тәңірінің ерекше ілтипатын жеткізуші деп сөзін түйіндейді атасы. Жастау кезімде ұсталық кәсіппен шұғылдандым, білесің. Домбыра жасауға лайық ағаш іздеп ауыл-ауылды жыра-жыраны аралап келетінмін.
ер адамның басына нелер келіп не кетпейді. Бір жолы тұманды кеште жолдан адасып иен далаға түнеуіме тура келді. Ел арасындағы қасқыр ала жіпті аттамаймын деп жаратушыға серт берген. Сондықтан шылбырлы атты жарып кетпейді деген нанымды білетінмін. Халық айтса қалтайтпайды деген оймен мен де атымды шылбырын сүйретіп қоя берген атымды ерттеп мініп жолға шықтым. Түн қараңғысында байқамаған болсам керек. Қойлы ауыл таяқ тастам жерде жатыр екен. Ауылға жақындағанда әбігерге түсіп жатқан ауыл адамдарына жолықтым. Бірнеше қораға қасқыр шауып, шопандарды шығынға батырыпты. Абыржыған шопандарға қариялау кісі көк бөрінің аузы тиді. Көк тәңірі қолдайды. Мал өсіп жандарың аман болады деп басу айтып жатыр екен. Кейін әлгі шопандардың қойлары егізден төлдеп, шығындары тез-ақ жабылып кеткен өз көзімен көргенім бар деп атасы әңгімені өмірдегі өз басынан өткерген жаққа әкеліп тіреді. Ата-бабамыз қасқырдың тісінде, терісінде үлкен магиялық қасиет бар деп есептеген. Иттің иесі болса, бөрінің тәңірі бар деген мақал да осындай ұғымнан келіп туындаған. Біз тәрізді үлкен кісілер әлі күнге дейін осы сенімге иланады. Сендер сияқты оқыған, көкірек көзі ашық жас балалар біздің бұл нанымымызға күлулері мүмкін. Дегенмен бұл күндері қорқау қасқыр атап жүрген осы бір жыртқыш аңға қатысты ел аузында осы сарындас аңыз бар екенін есте сақтай жүріңдер деп атасы әңгімесін аяқтады.